Артериалды қан қысымды өлшеу барысында міндетті түрде ескеріңіз. Егер пациент қандай да бір физикалық жүктемеден кейін келген болса, мейлі ол бір ауыр затты көтеріп келді, я болмаса лестницадан жоғары қарай көтеріліп келген болуы мүмкін, темекі шегіп келген болуы мүмкін, кофе ішіп келген болуы мүмкін, әртүрлі психоэмоционалды фактордың әсерінен, яғни қатты қуануы мүмкін, немесе настроениесі, яғни көңіл күйінің бұзылуы мүмкін. Және кейде тойып тамақ ішкен жағдайда, майлы тағам жеген жағдайда артериалды қан қысым жоғары көрсетеді. Осындай дүниелерді ескеріңіз. Егер пациентіңіз темекі шегіп, я болмаса физикалық жүктемеден кейін келген болса, міндетті түрде 10-15 минут демалдырыңыз, содан кейін ғана артериалды қан қысымды өлшеңіз. Егер демалдырып өлшемеген жағдайда, ол міндетті түрде жоғары көрсетеді. Жоғары көрсеткеннен кейін сіз дұрыс нәтижеге және дұрыс емге, бастысы дұрыс диагнозға қол жеткізе алмайсыз. Егер видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басыңыз, пікір жазыңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз.